Сәлем баршаларыңа, сіздермен бірге Камшат. Достар, бүгін сіздерге жасалуы өте оңай граф деп аталатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті ингредиенттерді жазып алыңыздар. Ең алдымен бізге пекин капустасы қажет болады, суға піскен тауық еті, 1 банка кукуруза және картофельный пай қажет. Пекин капустамызды осылай жіңішке соломка етіп турап аламыз. Суға піскен тауық етінде дәл солай, қалай кесуге ыңғайлы солай турасаңыздар болады, немесе қолмен үгітсеңіздер де болады. Пекин капустамызды, тауық етін жақсылап турап алғаннан кейін, үстіне 1 банка кукурузымызды салып, қалауымызша тұз, бұрыш қосып, картофель пайымызды салып, майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің салат дайын, осылай картофель паймен әсемдеп қойсаңыздар болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.